Абақнама 40-шы қара сөзі. Зихар сендерден бір сұрайын деп жүрген ісім бар. Осы біздің қазақтың өлгенде кісісінде жаманы жоқ, тірі кісісінде жамандаудан аманы жоқ болатұғыны қайда? Қайратты қайтқан шал мен жастың бәрі бітім қалады. Шалдар өзді құрбыдан айырылып, азайып отырса да бірінің бітім қылмайтұғыны қайда? Қалай? Бір елдің ішіне жамағайынды кісі бірге туғандай көріп, іші ел жүріп, жақсы көріп тұрып елге келсе, әрі берден соң қайта қашқандай қылатұғыны қалай? Жаттың бір тәуір кісісін көрсе, жарықтық деп жалбырап қалып, мақтай қалып өз елінде сонан артық адам болса да, танымайтұғыны қалай? Бір жолаушы алыс жерге барған еліне өз елі мақтаймын деп өтірікті сыбап қайтып келген соң, сол барған көрген елін жерін мақтап өтірікті сынбайтұғыны қалай? Қай қазақты көрсенде қай баласының жақсырақ болса, оның басынан пәрмене болып жүріп ер жеткен соң суық тартатұғыны қалай? Біреудің ағайыны торқалы той, топырақты өлімде адалдық берекелі алысуға болмай барында алалық, ұрлалық десе табыла қоятыны қалай? Бәйгеге ат қоссаң атыңды тартыспай, тұғын ағайын атын келсе бәйгесіне өкпелейтұғыны қалай? Баяғда біреуді пәлен жасында жарықтық атын арып келе жатқанда пәлен жерге жеткізіп салып еді. Өлгенше айта жүруші еді, осы күнде бұл жылғы берген ендігі жылға жарамайтұғыны қалай? Байдың баласы кедей болса, ұрлық қылуға арланбайды. Байға кірісуге арланатұғыны қалай? Екі жақсы бір елді сүйіскен достығында тұра алыспайды. Кей антұрғандардың тым ақ тату бола қалатыны қалай? Біреуді досым деп ат беріп жүрсең, оған сенің бір дұшпаның келіп, бір тай берсе, бозыла қалатыны қалай? Күнде тілін алатұғын достан кейде, бір тіл ала қойған дұшпанға кісінің өлер жазайтұғыны қалай? Көп кісі досым жетілсе екен демейді. Егер бір жетілсе бағанағы досым бітімі жоқ. Дұшпан сол болатұғыны қалай? Кей жұрт ақыл айтарлық кісіні іздеп таба алмайды. Қылшығын танитұғын кісінің қашық жүретұғыны қалай? Біреудікіне келгенде үйіндегі малының бәрінде айдап келіп, өз үйіне кісі барғанда бар малын далаға айдап жіберетұғыны қалай? Тыныштық іздеп таба алмай жүрген жұрт тыныштық көрсе сәтке тұрмай, тыныштықтан жалға қалатұғыны қалай? Енді пысық белегені нес? Пысықтың бәрі керек келетұғыны нес? Құғыл қатын өр келетұғыны нес? Кеселді кісі ер келетұғыны несі? Керей кісінің кер келетұғыны несі? Нәпсісі тыйып бойын тоқтатқан кісінің жаман атаны нәпсісі билеп, мақтанға еріп пәле шығарған кісі мықты ататұғыны несі? Қазақты шын сөзге нанбай, құлақта қоймай, тыңдауға қолда тимей пәлелі өзге өтірікке ситтей ұйып бар шаруасы судай ақса да соны әбден естіп ұқпай келетұғыны қалай?